Шерзатпен сөйлескен кезде не болды деп сұрадым. Ол маған Нұрған атаға біреумен ерегесіп қалдым, ұрып жібердім, срочно келіңізші деп айтты. Мен әкемнің Ravon R3 маркалы мемлекеттік нөмірі 381 сериясын білмеймін, автокөлігін басқарып Қамажа дүкеніне жалғыз бардым. Дүкеннің алдына келген кезде бір жігіт жүрді, шапка киіп алған, ол Дархан деген жігіт екен, ол Шерзатпен ерегесіп тұрды. Мен Шерзаттан не болды деп сұрадым. Шерзаттың айтуы бойынша магазинге зарядка алуға келіп едім, Дархан деген жігіт әкесіне дөрекі сөйлеген екен. Шерзат оны көріп тұрыпты, сосын ақырын зарядкасын алып дүкеннен шыққан, содан кейін Дархан да дүкеннен шыққан. Сыртта сырасын ішіп тұрған. Шерзат оның қасына келіп, аға кетпейсіз ба, әкемен неге дөрекі сөйлеп жатырсыз деп жай сұраған. Сол кезде Дархан дөрекі жауап берген, шешесіне тіл тигізіп балағаттаған. Сол үшін Шерзат оны шыдамай ұрып жіберген екен. Әрі қарай мен жағдайды түсіндім. Одан кейін Дарханға жақындап, не болды бауырым, не керек, қалай шешейік жігітше дедім. Ол маған андай қыламын, мындай қыламын деп сөзге келмеді. Мен оған ертең сау күйде сөйлесейік дедім. Ол сөзге келмей телефонын алып Нұрболға звондады. Нұрболды бұрын бір ауыл болғандықтан көшеде орталықта көргенмін. Шамамен 2-3 минутта Нұрбол деген жігіт гольф маркалы автокөлікпен келді. Олар екеу болып келді. Автокөлікті бір бала басқарып отырды, атын білмеймін. Нұрбол автокөліктен түсіп, мен хуторскиймін, мені танисың ба деген сияқты әңгіме болды. Мен оған 94-пін, Нұрғанат деген мен боламын, осы Азат ауылында тұрамын дедім. Сосын Нұрболмен адам сияқты сөйлесеміз, ішіп алған әңгіме ертең сөйлесейік дедік. Мен Нұрболға не керек, ақша десең ақша берейік, не болса да ертең шешейік күндіз, мен осы жерде боламын дедім. Сол кезде Нұрбол не жағдай болған сұрай бастады. Мен оған Шерзат Дарханды ұрып жібергенін түсіндірдім, бірақ маған Нұрбол балағаттап боқтап бастады. Яғни сен не правсың деп, мен оған сабырға келейік деп түсіндірдім. Дүкеннен Қаржабай шықты, ол Нұрболға чек көрсетті, төлем түспеген туралы. Негізі Дархан Қаржабайға өтірік чек көрсеткен екен, содан дөрекі әңгіме болған екен. Нұрбол менімен ерегесіп агрессиямен сөйлесті. Мен барынша сабырлық сақтап тұрдым. Сол жерде Нұрбол мен өзім төлеймін деп дүкенге кіріп Каспимен өзі төлем жасады.